Білімін жүрек жылуын адам өмірін сақтап қалуға арнаған медицинаның күрделі бір тармағы, нейрохирургияның сайыпқыраны Серік Қуандықұлы Ақшолақов. Өмірлік мәнім бұл дер кезінде науқастарға көмек беру уақытында ең жоғары. Медицина әлемінде жоғарғы кәсібилігімен өзін мойындатқан Серік аға дүниежүзі дәрігерлері қауымдастығының ұйғарымымен әлем дәрігері атағын иемденіп, отандық парасат орденімен марапатталды. Ақ халатты Абзалжан замандастарының ғұмырын ұзартып жүрген алты алаштың ерекше туған перзенті, ұлтының мақтанышы. 2008 жыл, 31 қазан. Елордамыз Астанада ұлттық нейрохирургия орталығы ашылған алғашқы жылдар. Клиникада күрделі бірегей операция жасалынады. Тағдыр тарасында жүкті ана мен нәресте өмірі. Серік Ақшолақов бастаған нейрохирургтер тобы ананың өмірі үшін күресіп, миға ота жасаса, акушер-гинекологтар бала өмірін сақтап қалу үшін арпалысады. Баланы босанайын деп отқанда инсульт болып, жүрек соғуы тоқтап қалды. Мен бірінші айттым, біз әуелі сүйекті ашып алайық, мидың ісігі үлкейіп кетпеу үшін. Себебі ана қиналып жатыр. Содан кейін бастайсыздар да. Біздер соның бәрін жасап үлгергенше әлі олар баланы құрсақтан алып шықты. Бала жыламайды. Ойлап қап еңбегі босқа кетті, бұл не болды десем, олар маған акушер-гинекологтар, институттар күліп айтады, ол жерде бала жақсы, жүрек соғуы жақсы, бәрі жақсы, бірақ балада наркозда деп. Біздер ананы тағы да 6 сағаттай операция жасадық. Сол 2 жас жаңа келген, дүниеге келген бала екеуі 21 күннен кейін қауышты. Операция связана с кровотечением, с нештатными ситуациями. Всегда самые сложные ситуации, работа на самых глубинных участках мозга, я всегда знал, что когда рядом Серік Қуандықович, мы справимся, мы сделаем. Серік біріншіден өжет болды. Өзінің айтқанын қайтсе де істемей қоймайтын. Әлгі қазақша айтқанда, қадалған жерінен қан алады деген бар ғой қазақтың, дәл сондай болды. Вы видите, да? Серік Қуандықович. Серік Қуандықұлының тегінде бар адам, текті адам. Егер тарихтан тербейтін болсақ, бұл кісінің ата-бабалары сонау Ақтөбе өңірінен 1861 жылдан 1864 жылға дейін Тәуке ханның заманында, қиын заманда елге қатер төніп тұрған кезде екі батыр, Тілеу батыр және оның жолдаяқ ұлы туралы сонау 2000 километр қашықтықта жатқан Ақтөбе өңірінен 17 000 әскермен келіп, жоңғарлардың астында жатқан бұл кездегі ірі Қазақстанның тірек қаласы Сайрам елді мекенін жаулап алған жоңғарлардан азат еткен батырлар. Ол кісілердің есімі тарихқа алтын әріппен жазылған. Әкеміз Ұлы Отан соғысының ардагері, Ақтөбе өңірінен тұңғыш шыққан қазақтардың арасынан әскери ұшқыш. Әуелі Грознийде, онан кейін Кировоградта, сол 41-42 жылдары әскери ұшқыштар дайындайтын училище бітірген. Анамыз мұғалім. Әлі есімде мен кішкентаймын, әкем жұмыстан келгенде жаңағы беті қолын жуатын олақты суямыз, соны іздеп жүгіріп бірден аяқ киімін өзгертіп, жеңілді аяқ киімін беріп, күтетін едік сөйтіп. Ол ойлаймын, ол қарап отырсам қазір бәрі шешенің тәрбиесі еді. Әскери ұшқыш пен мұғалімнің тәрбиесі бала Серіктің бойында жинақылық, тәртіп, жауапкершілік қасиеттерін қалыптастырады. Жасында анасына келетін еді, өскен сайын әкесіне келеді. Себебі ол екеуі керемет жақсы адамдар, бірақ мінездері бөлек. Үлкен ана, ел ана болып отыр ол кісі қазір 92-де. Оразамды ашпай, өлі сол кісімен сөйлесен. Ақылын айтады, бізге керек батауға. Құдайым берсін, айтқаным келсін, ел қалып аман болсын, халық орнында отырсын, хан тағында тұрсын, ешбір жамандық болмасын, Серігімнің туған күні құтты болсын, қабыл болсын. Тың даланың төсінде аунап-қунап асыр салып өскен
Серік аға үшін Ақтөбе өңіріндегі Шалқар ауданы құрмет тұтатын құтты мекен. Ұлтымызға талай жақсы жайсаңдарды тарту еткен қазақ даласы бүгінгі күннің озық ойлы азаматы. Өмірі өлеңдей боп өрілген замандасымыз Серік ағаны да өмірге әкелді. Барлық әлемде жігіттік шағыңды оқып білген, ғылымда ақылды сақтай тұғын адамның мінез дейтін сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын деген даналардың қағидасын зерек бала балдәурен балғын жасында-ақ зерделеп түсінеді. Аңқылдаған ақ жүрек сондай бір ерекше жігіт екеніне көзім жетті. Адамға өмір сыйлағысы келіп тұрады. Оқуды өте жақсы оқыды. Спортқа бейім болды. Грек-рим күресі бойынша спортының шеберінің кандидатының нормасын орындады. Жастайынан алғыр болды. Мен мектепте оқып жүргенде дәрігер боламын деп ойлаған жоқпын. Атасы адамдарды шөппен емдеп, енді білікті сынғыш болған. Серік оны көре қалды. Өмір жолында медицинада травматологиядан бастадым. Шынында да мен жас дәрігер болып жүргенде кейбір қиын сынықтарды қолмен салатын едім, бірақ қалай салғанымды білмеймін. Нейрохирургия. Жіңішкелігі шаштың жуандығындай ғана нерв жүйесі ғой. Соған операция жасау мен тіпті өзім көз алдыма да келтіре алмайым. Ал енді сол шебердің шебері жасайтын дүние, ол Алланың бір жаратқан ерекше адамдар. Кәсіп қой ол. Жай кәсіп қой. Қарапайымдылық, көпшілдік, ұйымшылдық, мейірімділік секілді ауылдың қазақы тәрбиесі, ата-бабадан қанмен келген қайсарлық, көп ішінен қара үзіп, алға шыққан ағаның бар ғұмырына арқау болған сарқылмас қазынасы. Серік Қуандықұлымен жас кезімізден біргеміз. Кешке отырып шай ішкенде бірталай жаңалықты бір-бірімізге айтып, соған қуанып, армандарымызды құрып, келешекте кім боламыз, қалай боламыз, қандай маман боламыз деп соны ойлайтынбыз. Тәтті қиял мен асқақ арман алға жетелейтін студенттік шақ. Ақтөбе медицина институтының қабырғасында 3-ші курстағы студент жігіт бір көргеннен көп сұлудың ішінен өз аруын жаңылыспай таңдайды. Содан бастап қол ұстасып, біріне бірі өмірде тірек. Дос бола білген бұл жұп өмірдің талай белесі мен асуларынан бірге өтіп келе жатыр. Өмір мен өлімнің ортасында жүрген адам өмірді өте жақсы көреді. Адамның өмірін ұзарту, оның алдына қойған өзінің мақсаты. Сондықтан қанша операция болсын, қанша шаршасын, ол өмірі телефонын өшірмейді. Анафилактический шок бар ғой? Тек жұмыс істеу керек болды, күнімен түнімен. Отбасым оны түсіне білді. Күнімен түнімен жүргенде отбасың түсіне білуі, соның барлығын отбасы, жұбайың, балаларың түсіну, ол ғанибет деп ойлаймын. Баян барлық мәселені үйдің, тұрмыстың, балдарының, ағайын тома туысқандардың бәрін Серікті алаңдатпай, соған жұмсайды өзін. Яғни айтқанда, әрі қамқоршысы, әрі кеңесшісі, әрі сүйген жары. Міне осы себептер бәрі бірігіп, бір қосылғанда, ол адамның басқаша ойлайтын, басқаша жол табатын жоқ. Сондықтан бұның әлі шығартауы, істерісі өте көк деп сенемін. Серік Ақшолақовтың негізгі ғылыми зерттеу жұмыстары ми ішінен және ми қабыршағынан болатын орталық жүйке жүйесі мен жолын ісіктерін, бас сүйек ми жарақаттарын емдеуге бағытталған. Студент кезден жалынды жастық шағын ойын-сауық емес, білім игеруге арнаған жанның іздену талпыныстары һәм бағына орай оның өмірлік жолына кеңес одағы заманынан аты дүркіреп тұрған нейрохирург Александр Коновалов кезігеді. Это было очень давно. Решили поехать в Казахстан, посмотреть на сайгаков, а может быть даже и поохотиться. Приехали, сайгаков никаких не было, а то мы встретились с Сериком. Я впервые был в степи, весенней степи, где все цвело. Это было прекрасно совершенно. Серик тогда был еще, по-моему, студентом. Танымал ғалымның тікелей шақыртуымен жас маман Мәскеу қаласына аттанады. Бұл әрине бүгіндері 80-дің сеңгірінен асқан ұстаздың болашақ хас шебердің ынта мен зердесін қателеспей танып, бұлақ көзін ашқан еді.
Учился в ординатуре, затем в аспирантуре. Какая молодость, когда человек приезжает в ординатуру, в аспирантуру. Никто не видит друг друга, все занимаются своими делами. Надо за короткое время обучиться нейрохирургии, специальность невероятно сложная, очень много узнать. У меня очень интересная была диссертация, посвященная анатомии при опухоли гипофиза, которая оперировать очень сложно. Он сделал уникальную диссертацию мирового значения, потому что он получил данные, которые ни у кого не было в мире. Ему посчастливилось, что я взял к себе выдающийся, крупнейший нейрохирург Сергей Николаевич Федоров. И вот Серику посчастливилось стать его учеником, он его первый учитель. И он в него заложил хирургические, мануальные, интеллектуальные данные, развил то, что было в нем природой заложено. Серікхан ұлылығының, дарындылығының бір несі, өзінің бірінші жаңа ұстаздарын піртікті. Профессор Федоров деген дарынды, өте бір ұлы нейрохирург болған. Кейін академик Коновалов, әлем танитын кісі. Өйткені сода сертте жазылған. Жақсы дәрігер болу үшін өзінің ұстазын қадірлеп, сыйлап, оған керек кезде көмек беріп, оған ғана емес, оның туысқандар мен бала-шағасына дейін. Сол сөз сол қанша жыл алдым. Гиппократтың сертін жазылған нәрсе ол. Ұстанып, соны бізге көрсете білуі оның бәрін. Серік аға Ресейдің бас нейрохирургының жетекшілігімен докторлық жұмысын қорғап, алғашқы күрделі операциясын Мәскеу қаласында Ресейдің нейрохирургия саласындағы беткі ұстар клиникасы Бурденко атындағы орталықта жасайды. Менің еліме қайтуыма да үлкен әсер еткен біздің елбасы болды. Өзіңізге белгілі, ел жаңа аяғына тұрып жатқанда, ол кісі бір сапарменен Москвада сол институт Бурденкоға келді. Сонда көріп біздерді қазақ елге қайтыңдар деп айтты. Президенттің сөзін ту етіп жазирадай кең даланың төл перзенті отанына оралады. Қамалалар жаста елбасының қасынан табылып, бар білімін, жігерін, тәжірибесін қазақ елінің тұғырын нығайтуға, көмекке мұқтаж әрбір қазақстандықтың денсаулығын жақсартуға сарқып береді. Асқақ армандар орындалатын сұлу Астанада 2008 жылы бой көтерген ұлттық нейрохирургия орталығының тізгінін ұстайды. На родине Серик расцвел. Действительно, его талант, его любовь к медицине, преданность нейрохирургии, трудолюбие, порядочность, все это привело к тому, что, во-первых, удалось ему создать прекрасный институт. Шынын айту керек, әр заттың бастамасы әр уақытта қиынға түсіп, бірақ қазақта жақсы сөз бар ғой. Көз қорқат, қол батыр деген. Басында қиындау болды деп айта аламын, себебі мамандардың бәрі жас болды. 1-2 жыл бойы бүкіл үлкен операциялардың барлығын менің өзім мойнымда болды. Бірақ жастар тез өсті. Себебі осы орталық ашылайын деп жатқанда біз 30-дан астам өзіміздің мамандардың барлығын шетелге оқуға жібердік. 3 айдан 6 айға дейін. Сейчас ваша нейрохирургия на уровне лучших мировых. Если соберете 100 лучших клиник, то вы туда войдете, и 50, думаю, что войдете. Вот уникальность в этом. Он и сам в совокупности цельный человек и хирург. Он не организатор, он так смотрит вперед, и мы видим результат дела. Его заслуга именно в том, что он создал уникальный центр. У него замечательный коллектив казахских нейрохирургов, которые имеют хорошую подготовку. Ему удалось сплотить коллектив для того, чтобы сегодня вывести этот центр на современный уровень. И он является безусловным лидером, по-прежнему таким же энергичным, каким мы его знали и ранее, когда он был еще в ординатуре и в аспирантуре в институте нейрохирургии. Тәуелсіздіктің арқасында біздің елбасының денсаулық саласына деген, әр азаматтың денсаулығына деген салған көңіл деп ойлаймын. Себебі соңғы 10 жылдықта бөлінген қаражат денсаулық саласына бұл басқа мемлекеттерде болып көрмеген жағдай деп есептеймін. Бүгінгі күні заманауи құрылғылармен жабдықталған ұлттық нейрохирургия орталығы балалар мен ересектердің жұлын,
ми ісігі, қан тамырлары патологиясы, бас сүйегі мен миының зақымдану салдары, сырқат синдромдары секілді көптеген қауіпті ауруларды емдейтін бірегей мекеме. Тек қана ісікті алу емес, ісіктің қандай қатерлі екенін, қандай жерге өскенін білу біз үшін өте қажет. Ол ісіктерге бару үшін нейронавигациялық система деген бар. Біз соны қолданамыз. Бұл миды көп бұзбай, тез табуға, ісікке ең жақын жолын табуға өте мүмкіндік береді. Екіншіден біз стереотаксикалық жаңағыда биопсия жасап, сол 20 минуттың ішінде, операцияның ішінде оның табиғатын білеміз ісіктің. Бұл өте қажетті зат. Осыған байланысты біздің екінші әрмен қарай біздің жаңа жұмысымыз, операциямыз соған байланысты болады. Ну, поговорите, нет, вы здесь же нет, что можно это? Потому что в таком состоянии долго будет лежать. Стимулируем. Попробуй что-то искать. Енеміздің үлкен сондай бір жағдайға ұшырап қалып, бір сондай күрделі жедел көмек керек болды. Сонда ол кісі басқа жерде болып, өзінің туған бауыры, туған ағасы Серікбай ертеңгі күні операцияға жатайын деп жатыр. Мен телефон соқтым. Осындай болып қалды. Тезірек, жедел, сізге жетуіңіз керек, көмек керек деген кезде бәрін тастап, сол Баян апаммен бірге жетіп келді ғой. Сонда анамыз құлағаннан кейін 3 сағаттың ішінде ол кісі қолма-қол операциясын бастап кетті. Соның арқасында аман қалды анамыз. Я думаю, у него есть вот практический дар, огромная энергия, жизненная энергия. Я у него все время спрашиваю, откуда он черпает эту энергию. Он говорит, от работы. Он работает так. Он постоянно заточен на все новое. Вы видите, здесь был фасеточный сустав. У пациента был стеноз позвоночного канала на уровне 4-5. Используя мини-хирургическую технику, мы поставили ретрактор. Алыс жақын шетелдерден медицина саласының хас шеберлерін тәлімгер ретінде шақыру, яғни менторлық әдісті қолға алу, егемен еліміздің медицина саласындағы тағы бір тың жобасы. Я второй год являюсь профессором-ментором Национального центра по его приглашению. До этого у меня были заключены договора и контракты со многими университетами. Я работал в более 30 ведущих клиниках Америки, Японии, Европы. Мне есть чем сравнивать. Поэтому уникальность именно этого человека, на мой взгляд, заключается в том, что он создал в Казахстане нейрохирургию топового уровня, соответствующую европейским и американским стандартам. И технологически, и инструментально, и научный потенциал очень высокий. А самое главное – кадровый. И я думаю, что это непосредственно связано с именем этого, не побоюсь сказать, великого человека. Вот смотри, до Японии сколько километров? 5000. Аспен 10 000 до Америки. Алатаудың қазір шатқалының басында тұрмыз. Ол бір үлкен арман сияқты. Таудың басына шығу. Неге сондай керемет бір құдірет ойлаймын. Біздің елдің үлкен бір байлығы деп. Осындай жақсы жерде тұрғаннан кейін шабыт келіп ой келеді. Егемендігіміздің арқасында, біздің елдің саясатының арқасында біздің елімізге ең жоғарғы сатыдағы таудың басында жүрген сияқты біздің бұрынғы жоғарғы нейрохирургтар біздің елге келіп, бізге өзінің ілімін, білімін көрсетіп, бөлісіп, бізді аяғымызға тұруға тез ықпал етті. Бәрі орталықта айтсақ, енді ол өздері енді көп жұмыс жүріп жатыр, әсіресе бас миістіктеріне жағынан молекулярдық жұмыстар, генетикалық жағынан қазір жұмыс жүріп жатыр. Иммуногистохимиялық зерттеу 50-ден асан жаңа технология осы центрге енгізілді. Шетелде жасамайтын операция қазір бізде жасалынады. Нашей маме и несколько лет назад вот в клинике Бурденко в Москве ей сказали, что у нее есть опухоль головного мозга. Мы обращались и к специалистам Южной Кореи, и к российским специалистам. Получили отказ от некоторых клиник зарубежных, которые отказались просто помочь в этой ситуации, опустили руки, скажем так, и сказали, что это невозможно.
учитывая некоторые сопутствующие ее диагнозы. Когда мы вернулись в Астану, Серик Куандыкович провел необходимые исследования и практически сразу же взял на операцию. Причем провел две операции с разницей по времени где-то несколько месяцев. Мама, она восстанавливается, успешно набирается сил. Мы, конечно, как родственники, все ее семья, мы не можем этому не радоваться. И для себя я такое принял решение, что нашим специалистам не только можно доверять, им нужно доверять. Ол операциядан кейін ауру оянбай, ауруды көріп, тексермей, ол ешқашан кетіп қалмайды центрде. Санаспайды. Уақытпен, өзінің өмірімен санаспайды. Менің 2 баламда дәрігер болған жоқ. Дәрігерлердің жұмысын көріп, әкесінің жұмысын көріп, немереден енді дәметтеніп отырмыз, Құдай біледі. Нейрохирургия орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметі басшыдан көп күттірмейтін мәселелердің шешімін талап етсе, Ұлттық ғылым академиясының академигі дәрежесі өз міндеттерін жүктейді. Шәкірттерінің, жас әріптестерінің ғылыми зерттеу жұмыстарына бас көз болу, орталықтың басқа елдердегі клиникалармен тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылып отыратын іс-шаралар, сонымен қатар науқастарға кеңес беру, үкім шығарып, ота жасау, мұның бәрі аса сезімтал, қашанда сергек жүретін, Серік ағадан күш-қуат талап ететін шаруа екені анық. 160 кереуетке арналған, шын айтқанда бірде-бір бос орын жоқ деп айтуға болады. Біздің ең әуелгі алдымызға қойған мақсатымыз осы орталық ашылғаннан кейін ең жаңа технологияларды және де бұрын Қазақстанда жасалмаған операцияларды өзіміздің тәжірибемізге кіргізу, сосын оларға сол ең жоғары сапалы заманауи көмек көрсету. Қазақстанның аурулары үшін ең жоғары сапалы емдердің барлығы, ең жоғары технологиялық емдердің барлығы тегін. Яғни айтқанда квотамен емделінеді олар. Жағдайлар ауыр болатын болса, оларды ширетсіз аламыз. Керек болса біздерде Қазақстанда санитарный авиация өте жақсы жұмыс істейді. Біз олармен жақсы байланыстамыз. Олар алып келеді. Сосын күніге, жаңа өзіңіз естіңіз, күніге 2-3 клиника Қазақстанда бізге телемедицина арқылы хабарға шығып отырады. Біз аурулардың жағдайларын сояқтағы бағдарлап отырамыз. Онлайн телемедицина біздің осы кабинетте. Төтенше жағдайым болып, операция жасау қажет болды. Сол кезде мен Серікті іздедім. Серік қолма-қол шауып келді де сол бірден компьютерлік түсірілім жасап алды да, операция жасау керек екен, тез құтқару керек. Ар жағын өзі жасады. Мен тек көзімді ашқанда реанимацияда жаттым. Содан сол білемін, Серіктің кіріскенін білем, ар жағын білмеймін оны. Ол енді сөйтіп, мен жасым 70-тен асқанда тағы да бір қайтадан туғандай әсерде болдым. Өмірге қайта келтірді мені. Осылай. Мы часто, когда бывали дома у дяди Серика, когда были званые гости, бывали такие случаи, что хозяина не было дома. Но ни у кого не возникало даже вопросов о том, где он может быть. Мы знали всегда, что в этот момент он спасает кого-нибудь на нашей планете. Судьба меня свела с Сериком Куандыковичем в далеком 2000 году, когда моей дочери поставили очень тяжелый диагноз – кистозная краниофарингиома. Это был шок, это был страх, это была потеря. Мы обратились к Серику Куандыковичу спасти мою дочь. Вопрос стоял жизни и смерти. И вот я благодарна Серику Куандыковичу, который провел ту операцию, спас мою дочь, вернул ее к жизни полноценной. Кей кезде 5 күн операция жасаймыз. Сондықтан бізге тынығу, қайттан дененің орнына келуі, ол өте қажетті зат деп есептеймін. Сондықтан бірінші салауатты өмір сүру, екінші мына мен өз жеке басым осы қолым босса спортпен айналысқан жақсы көремін. Для нас, друзей и родственников, еще одна прекрасная черта – это его юмор.
безграничный, очень тонкий, поднимающий настроение абсолютно любой ситуации. И этим его качеством мы, конечно, дорожим. Нейрохирург каждый день видит подобные картины больных, умирающих и умерших, больных, страдающих, больных, корчащихся в эпилептических припадках. И как это можно, видя каждый день, перенести, сохранить силы, какое-то душевное равновесие для того, чтобы оперировать, это подвиг. Каждый счастливый случай исцеления – это великое счастье. Каждая неудача, неповинение или хирурга, болезни слишком коварные – это трагедия. Как говорит наш Александр Николаевич Коновалов, у каждого нейрохирурга есть свое кладбище. 10 сағатқа созылатын операциялар бар біздерде. Операция сәтті болса, шаршау, шалдығу деген болмайды. Өте сәтсіз өтсе, өте шаршап, шалдығып шығасың. Сәтсіз өткен операцияның көңілі күйі ішіңде қалады. Қалай ойласаңыз да, ол қалады. Бізде сол сәтсіз өткенде операцияда сол кісі үшін шын айтқанда көңілімізде бұзылады, тумалар жер сияқты. Бірақ ертеңгі операцияға біз дайын тұруымыз керек. Соны көңілден тез ысырып тастап, келесі жұмысқа кірісу керек. Мен ойлаймын, бұл хирургтарға біткен тән қасиет болу керек. Себебі сен келесі күні басқа кісінің өмірін үшін күресесің. Габиделес, ертең сағат 9-ға жаңа столдың істігін операцияға дайындаңыз. Онда таңертеңнен бастаймыз операцияны, өте үлкен күрделі операция, сондықтан ертерек бастайық. Бәрін көрсетіп дайындаңдар. Бізге консультант келіп тұр, бірге операцияға менімен барады, ассистент етуге. Морально өте ауыр жұмыс қой. Біреудің тағдырын, біреудің өмірі сіздің қолыңызда болу, бұл ойлаймын оңай зат емес деп. Түнгі Астана, үлкен шаһардың қарбалас тіршілігінің саябырсыған сәті, бұл түн дертіне дауа іздеген жанмен оның жақындарына, олардың сенімін арқалаған дәрігер Серік Қуандықұлы үшін беймаза түн болмақ. 5000-нан аса күрделі ота жасап келе жатқан Серік ағаның кәсіби өмірінде мұндай сәт үйреншікті. Қалыпты жағдай болғанымен дәрігер босаңси алмайды. Өйткені ол үшін әрбір ота тағы бір сын сағаты. Ертең-ертемен өмір мен өлім арасындағы күрес басталады. Серік Ақшолақов бастаған ақ халатты абзал жандар тағы бірнеше адам өміріне араша түспек. Бозарып атқан таңмен таласа, ұлттық нейрохирургия орталығының операциялық бөлімі күнделікті жұмысына кірісіп ақ кеткен. Реаниматолог, нейрохирургтар тобы операцияның дайындық жұмыстарын бастап кетті. Өз кәсіптерін ең жоғарғы дәрежеде меңгерген мамандар келбетінен қобалжу белгісі байқалмайды. Өз ісінің хас шеберлері бірін-бірі көзқарас қимылдарынан ұғынысып, ақырын сөйлеп шапшаң қимылдауда. Операцияның бірінші кезеңінің тізгіні хирург Ғабит Өлеңбайдың қолында. Все, конечно, очень чуткий, очень аккуратный нейрохирург с большим опытом стали. Операцияның этапын жасап жатыр. Бірінші кезеңін жасап жатыр. Ісікке өзінің жолы болады. Бұл жаңа қара құсты қазір тесіп, қара құстан. Себебі бұл жолының үстінде тұрған ісік өте тереңде деп айтуға болады. Өте қиын жерде. Хирургтың сезімталдығы бұл өте керек зат. Білім, сезім, болжам, еңбек, кәсіпкерлік барлығы ұштасып жатса, операцияның екінші кезеңі ми ісігін арнайы нейронавигациялық хирургиялық құрылғымен алып тастаудан тұрады. Бүгін академик Серік Ақшолақовтың қасында
ассистенттік қызметті орталыққа тәлімгер ретінде менторлық жоба аясында арнайы шақыртылған ресейлік әріптесі Вильям Арамович атқаруда. Бұл кезең арнайы инновациялық технология, заманауи құрылғы мен нейрохирургтың құтты қолына жүгінеді. Екі майталман бірін-бірі сөзсіз түсінуде. 2016 жыл 31 қазан 8 жыл бұрын өмірлері тағдыр талқасына түскен Жаңылсын мен ұлы Ерасыл өздеріне өмір сыйлаған дәрігерімен сәлемдесуге келген сәт. Бұл отбасы үшін, оның ұрпағы үшін Серік Ақшолақовтың аңыз адам болып қалары сөзсіз. Қазақ даласын найзаның ұшымен қорғаған тілеу, оның перзенті Жолдаяқ бабаларымыз секілді байтақ еліміздің батырлары десек, білім, еңбек, тәжірибемен қаруланып, адам ғұмыры дейтін ең асыл ұғымды аялап жүрген бүгінгі күннің нағыз ерлері, нағыз батырлары Серік аға Ақшолақовтай ерен жандар екеніне күмән жоқ. Жалпы өмірде өзінен өзі болатын нәрсе жоқ. Тарихи сабақтастық. Алдыңғы ұрпақ пен кейінгі ұрпақ өзі жалғасып жатады. 7 қазан күні 2015 жылы Қос батырдың, Тілеу батыр мен Жолдаяқ батырдың, яғни бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз академик Ақшолақов Серік Қуандықұлының бабаларының ескерткішін Шымкент қаласында қойдық. Теңдесі жоқ ерліктің символындай болып тұрған бұл ескерткіш енді Тілеу батырға да оның баласы Жолдаяққа да керегі жоқ. Бұл елге керек, келешек ұрпаққа керек, қазақтан ынтымақ бірлік үшін керек. Итарқас қияннан дей мынау сонша жерден Тілеу батыр сайрамға салақтап, салтанат іздеп, той іздеп келген жоқ. Басын бәйгеге тігіп, қазақтың қасиет жерін қорғау үшін келді. Ескерткіштер бітіп, дайындалған кезде біз ойладық. Біз қанша іздесек те Жолдаяқтың бет бейнесін таба алмаймыз, суретте қалмаған. Бірақ енді сол кісінің тікелей ұрпағы бар ғой. Профессор Серік Қуандықұлы Ақшолақов. Бұл кісі әрине алдында өткіші пейілі де, мәдениетті де біраз толқыды. Бірақ ақыр соңында ол кісінің біздің шешімнің дұрыс екенін қабылдады. Сөйтіп дүниеге үлкен зәулім ескерткіш келді. Жолдаяқ баласының Тілеу батырдың бет бейнесі қазіргі осы Серік Қуандықұлы Ақшолақовтікі. Секеңнің өзінің үлкен ұстазы Александр Николаевич Коновалов сияқты, немесе Александр Александрович Потапов сияқты Москведегі отырған, немесе Санкт-Петербургтағы профессор Хачатрян, немесе профессор Габ Германиядағы, Йоко Като Жапониядағы. Осындай үлкен тұлғалардың кездесіп, үлкен осы форумда болған кезде менің бір сұрағаным бар. Осы біздің Серікті сіздер алақандарыңызға салып, әлпештеп, осы биікке көтересіздер. Деңгейі қаншалықты? Дәрежесі қаншалықты? Осы әлемде десем айтады, ол кісі бірінші ондықтың ішіне кіреді. Ал енді бұл үлкен баға. Сондықтан мен ойлаймын, бұл біздің қазағымыздың, Қазақстанымыздың бұл нақты жұлдызы бүгін. Серік Қуандықұлы Ақшолақов мына медицина саласындағы, медицина ғылымындағы феномен деп айтуымыз керек. Биыл Қазақстанның еңбек ері атағымен марапатлардың бірі Серік Қуандықұлы Ақшолақов осында отырған. Ол еліміздің нейрохирургияның дамуына ерен еңбек сіңіріп, осы салаға басшылық етуде. Отандық ғылым мен медицинаға инвестициялық технологияның енгізуге зор үлесін қосып, өз еңбегімен тек қана Қазақстан емес, өз мамандарының арасында да басқа елдерде де белгілі болып, талай азаматтардың жанын алып қалған адам. Өмірдің мәні адамның әр кезеңіне байланысты. Бірге жүрген жолдастармен достық. Студенттік өмірде бұл оқу, білім алу. Есейе келе әке шешеңнің осы берген, істеген жақсылығын, барлығын төмендетпей, сол кісілердің атына кір келтірмеу, елге қызмет істеп жүргенде өзің білгеніңді, оқығаныңды, тоқығаныңды сол елге қайтару, азаматтарға, халыққа қызмет істеу. 4 немерем бар. Немерелерімнің қуанышы, немерелерімнің жетістіктері менің бүгінгі өмірімнің мәні сияқты.
Ардақты асыл атам, мен өзіңмен жарылып жан жүрегім мақтанамын. Сенде ата біреу ғана, мынау байтақ жер бетінде. Боламын ба дәрігер, болмаймын ба білмеймін, бірақ мына өмірде сіздей болғым келеді.